Саламатсыздар жігіттер, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырып Enel компаниясының детокс кидней өнімі қай кезде қалай қолданамыз, оның құрамын айтамыз және қандай қарсы көрсеткіштер бар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз осы. Сонымен Enel компаниясының бұл өнімі өндірушілердің айтуы бойынша адамның денесіндегі артық сулар мен шлактарды мен токсиндерді адамның денесіне бүйрек арқылы шығаруға мүмкіндік беретін өнім болып табылады. Білесіздер, бүйрек бұл парный орган, адамның денесінде бірнеше қызметі бар. Бұл бірінші кезекте адамның денесінде фильтр қызметін атқарады. Адамның денесіне артық зиянды заттарды бүйрек арқылы, зәр арқылы шығарып тастайды. Сонымен қатар адамның денесіне қан қысымын реттеуге көмектеседі. Бүйректің жоғары жағында надпочечник деген бір кішкентай тағы бір бөлігі бар. Ол надпочечник адамның денесіне гормондарды жасап шығаруға мүмкіндік береді. Сондықтан бүйректің жұмысы өте керемет. Ол өте кішкентай 150 грамм бар жоғы, өте кішкентай орган, бірақ өте маңызды рөл атқарады. Бұл жайлы мен Enel компаниясының водолей де айтқам, толығырақ сол жерде тағы бір көрсеңіздер болады. Сонымен бүйректің жұмысы бұл адамның денесінде зәр арқылы бүкіл зиянды заттарды шығарып тастау. Бірақ көптеген жағдайларға байланысты бүйректің жұмысы бізде кішкене нашарлайды. Қандай факторлар? Бұл біріншіден қан аздық, адамның бүйрегінде инфекциялық аурулардың болуы, сонымен қатар біздің қабылдайтын зиянды заттар, оның ішінде көбінесе дәрілер, нефротоксичный нелер болады, дәрілер болады, бүйрекке кері әсер ететін. Сонымен біздің зиянды әдеттеріміз темекі шегу, арақ ішу, болмаса диетаға бірден отыру, осы жағдайлардың бәрі адамның бүйрегінің жұмысын нашарлатады. Сондықтан бүйрекке мән беруіміз керек. Бүйректің бір несі, бір қасиеті бар, ол білінбейді оның ауырғаны. Адам көп уақыт бойы өзінің бүйрегін ауырып жүргенін білмеуі мүмкін. Содан кейін бір уақыттарда бүйрек бірден қызметін тоқтатып қоюы мүмкін. Почечная недостаточность деген бар, сол пайда болуы мүмкін. Сонымен қатар бүйрек бұл қан қысымын қан қысымын реттеуге қатысады. Сондықтан бізде почечное давление деген бар. Сондықтан кейде бүйректің жұмысының нашарлауына байланысты адамның денесінде қан қысымы пайда болуы мүмкін. Сондықтан бүйрек өте маңызды орган. Қайталап айтамыз, бүйректің кішкене жұмысына, бүйректің жағдайына жалпы мән беруіміз керек. Сонымен Enel компаниясының өнімі детокс кидней бұл бүйректің жұмысын жақсартады. Соның құрамында апунций деген зат бар. Апунций бұл қабынуға қарсы, егер воспалительный процесс болатын болса, бұл жерде данный момент қазір біз айтып жатқан бүйректе болатын болса, қабыну процесіне қарсы жүреді. Сондықтан қабыну процесін кішкене басады. Сонымен қатар өтпенен зәрді айдауға көмектеседі. Өтті жақсы бауырдың жұмысын жақсартады, сонымен қатар бүйректің де жұмысын жақсартады. Сонымен қан қысымын реттеуге көмектеседі, басқа холестеринді азайтады. Білесіздер, холестерин бізде неғұрлым төмен болса, адамның денсаулығы соғұрлым жақсы болады. 1% холестерин төмендетсек, бізде 3% жалпы смертность азаяды. Именно жүрек қан тамыр жүйесіне байланысты. Өйткені холестерин білесіздер, жүрек қан тамырлар бекітіп тастайды. Содан бізде атеросклероз деген ауру пайда болады. Осындай жағдай сонымен бірге жүйке жүйесін тыныштырады. Апунцийдің тағы бір қасиеті бессонница дейді. Одан кейін тревожное состояние деген бар. Адам қорқыныш сезім пайда болатын болса, ұйықтай алмай жатқан болатын болса, сол жағдайда қолдануға болады. Сонымен бірге мидың қан айналымын жақсартуға көмектеседі. Апунций адамның есте сақтау қабілетін арттырады деп есептейді. Одан басқа артишок бар. Артишок бұл негізі бүйрек бауырдың жұмысын жақсартатын білесіздер. Өтті айдайды. Сонымен қатар гепатопротекторный бауырдың клеткаларын зақымдалудан және оны зақымдалған кезде қайта қалпына регенерация дейді, қайта қалпына келуіне мүмкіндік беретін сондай бір жақсы өсімдік. Сонымен қатар бұл мочегонный эффект береді. Сондықтан бүйректің жұмысын жақсарту арқылы адамның денесінде артық судың шығуына мүмкіндік береді. Сонымен қатар артишоктың тағы да бір әйелдерге деген әйел балаларына қолданатын бір несі бар, қасиеті. Бұл адамның либидо дейді, афродизиак, бұны ерте заманда афродизиак ретінде қолданған, әйел баласының либидосын кішкене көтереді. Бұл жыныс қатынасты кішкене күшейтуге көмектеседі афродизиак. Содан басқа біздің құрамында эстрахваща бар. Эстрахваща бұл қырық буын бұл қабынуға қарсы, сонымен қатар зәр айдау арқылы бүйрекпенен қуықта тастың пайда болуына кедергі жасайды. Цитрат калия деген бар. Бұл калий адам денесінде білесіздер, калий көбінесе көп түсе бермейді, көп шығып кетеді. Калий бұл мочегонный эффект береді. Адам бүйрегі арқылы уланған кезде, болмаса артық су
пайда болған кезде адам денесінің тез суды шығаруға көмектеседі. Сондықтан бұл бүйректің жұмысын жақсартады. Крест салат деген бар. Су кресті бұл адамның бүйрегінде және қуықта тастың пайда болуына кедергі жасайды. Сонымен қатар асқазанның қышқылдылығын көтереді. Тамақ қорытылмай қалған кезде қолдануға болады. Тері ауруларында қолданады, ауызда ойылып кеткен жағдайда қолдануға болады. Жалпы бүйректің жұмысын жақсартады, как мочегонный шөп ретінде қолдануға болады. Байқап тұрғандай, бұлардың барлығы бүйректің жұмысын, бауырдың жұмысын жақсартуға және асқазанның жұмысын жақсартуға көмектесетін жаңа басқа да қасиеттері бар. Шөптерді бір орынға, жемістерді бір неге жинаған, бір капсулаға жинаған. Сондықтан ыңғайлы. Бұл бүйректің жұмысын жақсарту арқылы ешқандай адам бүйректің жұмысына күш салмай, жұмсақ түрде әсер етіп, адамның бүйрегінің жұмысын жақсартады. Бауырдың да жұмысын жақсартады, сонымен қатар мидың қан айналымын жақсартады. Бұл жерде жаңа апымызды жайлы айттық та. Осындай бұл жалпы адамның денесіне әсері бар. Бірақ бірінші кезекте бұл бүйректің жұмысына әсер еткендіктен адамның денесіне егер ісіну пайда болатын болса, мына көбінесе әйел балаларында эстрогеннің көбейіп кетуіне байланысты стресс жағдайларда адамдар кейде ісініп кетеді. Сол кезде осы өнімді қолдануға болады. Бүйректің ауруларында қолданамыз көбінесе, бұл кәдімгі пиелонефрит, циститтерді қолдануға болады, екен қабынуға қарсы және как мочегонный препарат ретінде қолданса болады. Бірақ негізгі бұл өнім Enel компаниясының айтуы бойынша адамның денесінде шлактар менен токсиндерді сыртқа шығару үшін қолдануға болады деп айтылады. Сондықтан бұл жағдайда да және цистит, пиелонефрит кезінде де қолдануға және ісініп кеткен кезде стресске байланысты или гормондық өзгерістерге байланысты ісіну пайда болған кезде қолдануға болады. Енді қандай қарсы көрсеткіштер бар? Бұл өнімге қарсы көрсеткіштер бұл жүктілік, әрине, одан кейін ана емізіп жатқан аналарға болмайды. Мен естимін, кейде бола береді, қолдандық деген, мүмкін ол қолданыла берсе болатын шығар, жүкті әйелдер болмаса емізіп жатқан әйелдер қолданса болатын шығар. Может, кейбір адамдарға әсер етпеуі мүмкін, бірақ негізі бұлар шөпті өсімдіктер болғандықтан құрамы өте, қалай айтсам болады, кейбір кезде балаға қатты әсер етуі мүмкін. Үлкен адамдарға бұл ешқандай зияны болмаса да, кішкенде іште жатқан балаға немесе емізулі балаға бір кері әсері болуы мүмкін. Сондықтан бұл жерде бұл өнімді емізіп жатқан әйелдерге, аналарға және жүкті әйелдерге қолдануға болмайды. Бұл категорично болмайды. Сонымен қатар аллергиялық реакция болатын болса, жүрек қан тамыр жүйелерінің ауыр түрлерінде қолдануға болмайды деп инструкциясында жазылған. Қалай қолданамыз? 2 капсуладан күніне 2 рет, азында кешке 10 күнде қолдануға болады. Ұзақтығы бұл өзіңіздің қайталап айтам жағдайларыңызға байланысты. Егер де сіздің бүйрегіңіз ауыратын болса, бұны жиі қайталап тұру керек. Егер де сіз профилактика ретінде қолданатын болсаңыз, 1 ай қолданып, 2 капсуладан 10 күн қабылдап, одан кейін 1 ай демалып қайтадан қолдануға болады. Сондықтан бұл жерде әркімге индивидуальды. 2 адамға бірдей осынша уақыт іштеуге болмайды. Бұл сондай жағдай. Өйткені бүйрегіңіз жиі ауыратын болса, мысалы қан гемоглобиніңіз төмен болатын болса, бүйрегіңіз ауыратын болса, бұны, конечно, жиірек ішесіз, жиірек қолданасыз. Білесіздер, анемия кезінде көбінесе анемия, одан кейін бүйрек ауыру үнемі көбінесе бірге жүреді. Тырнақтың сынғыштығы, шаштың сынғыштығы, бұл көбінесе бүйрек ауыратын қаны аз әйелдерде көбірек кездеседі. Сондықтан бұл анемия болатын болса, бүйрек ауыру қоса жүреді оған. Или керісінше бүйрек ауырса анемия болады көбінесе. Осы жағдайда қанды көтеру, қанның несін көтеру керек, гемоглобинді көтеру керек. Сондықтан тек қана бүйректің ғана жағдайын жасамай, оған себепші болып жатқан анемияны қарау керек. Сондықтан бұл жерде күрделі мәселе. Бұл тек қана бір жақты осыны ішсем барлығы жақсы болады деуге болмайды. Өйткені негізгі причинасы анемия болған кезде, мысалы бүйрек ауруының, оны қанды көтеру керек, гемоглобинді көтеру керек, дұрыс дәлірек айтқанда. Осындай жағдай, противопоказания айттым. Қалай қолдану керек екенін тағы қайталап айтам, өйткені кейде сұрап жатады, 2 капсуладан күніне 2 рет 10 күндей. Бұны бөлек қолдансаңыздар болады, болмаса бұл детокс бокстың құрамына келеді, кейстің құрамына, 40 күндік курсына. Сондықтан бірге ішсеңіздер болады, барлық шақтар нелерін қосып, барлық препараттарды қосып. Болмаса бұны өзін бөлек ішуге болады бүйрекке. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, жауап беруге тырысамын. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Лайк басыңыздар, подписка жасаңыздар, мүмкіндік болса таратыңыздар. Басқа қыздарға, жігіттерге может керек болып қалар бұл информация. Рахмет тыңдағандарыңызға.